Сәлем достар, бүгін сіздерге бұл супер уч-пучмактың жасалу жолын анам көрсетеді. Арнама тіркеліп комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Барлық керек заттарымыз төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең бірінші ұнымызға маргарин салып үкілейміз. Үстінен қопсытқыш салып тағы қолымызбен араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды саламыз. Айранымызға тұзды қосып араластырып, барлығын жақсылап қолымызбен илейміз. Қамыры әрқашан осындай воздушный, қолға жабыспайтын болып шығады. Сіздер үшін бүгін бұл видео эксклюзив болып отыр. Мінеке, қамырымыз дайын, қолымызға жабыспайды және өте жұмсақ болып шықты. Екінші бөлік ол салмасы. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Яғни фаршқа картоп, сарымсақты қосып, немесе тауық еті мен сарымсақты ғана қосып жасасаңыздар да болады. Менде сарымсақ пен саңырауқұлақты майға қуырып, шикі тауыққа араластырып жасадым. Тоже жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Тұз бұрышын дәміне қарай өздеріңіз мөлшерлейсіздер. Ендігі дайын болған қамырымызды тоңазытқыштан алып, бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөлінген қамырды кішкентай домалақтарға тағы бөлеміз. Осы домалақтарды домалатып жаямыз. Мінеке, шариктерімізді домалатып жатырмыз. Барлығын домалатып болғаннан кейін домалақ етіп жаямыз. Қатты жіңішке де болмайды, жұқа да болмайды, орташа домалақ қылып жасасаңыздар болады. Бір ас қасық салма салсақ жеткілікті. Бетін жауып, саусақтарымыздың ұшымен осылай түйеміз. Мінеке, тура видеодағыдай. Тағы біреуін алып түйіп көрсетеміз. Бір үлкен ас қасық салма салдық, шет жақтарын саусақтың ұшымен ғана түйіп шықтық. Ендігі противенді алып, бетіне пергамент қағазын төсеп, бетіне жұмыртқамен майлаймыз. Пергамент қағазын төсесеңіздер, асты жабыспайды. Қызып тұрған духовкаға 180-200 градуста 30-40 минут шамасында пісіресіздер. Осындай бір келкіренді болып шығады. Барлығымызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріп, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.